түсіп берді. Содан кейін қайтып түсе бастады. Очищение болды ғой застара карата. Баламның негізі 7 айлығында менингит болған. Біз менде 6 қыз, бір бала. Неше жаста? Балам қазір 16 жасқа толды. Осы бала? Осы балам 7 айлығында болған. Ровно 7 ай деген кезде біз қонаққа бардық та, ол кезде осы кондиционер деген нәрсе онша жоқ еді ғой. Ана қонаққа класстастарымыздың үйіне бардық, сол кезде күйеуім қоймай ертіп барды да, еркектен еркек туғанын көрсетейін деді да. 6 айлық тұғын балам, 15 кило тұғын, 2 жасар бала сияқты балам. 6 айлығында еңбектейтін, бір орында тұрып секіретін. Богатырь еді да кәдімгі ше. Оны ешкім 6 айлық деп ойламайтын. Сол еміз ұйықтаттым, сонымен мына жер салқын деп диванның астына, мынандай кондиционердің астына ұйықтаттық та. Сонымен жаңағы қонақтан қонақ, ақшеті іш басталып кетті, түнгі сағат 12-де балам құса бастады да. Содан кейін біз үйге келдік, үйге келген соң енемнің қолында тұратын. Енем айтты, сендер мынаны апарып ауыртып келіңдер. Осы уақытқа дейін далаға шықпаған бала, оған көз тиді деді. Содан біз оны бір молдаға барып едік, ойбай, бұны 3 күн оқымаса болмайды, қазір спид деген ауру сол кезде қайнап жатқан. Докторға апарсаң система салады да, спид қылып оны ауыртып өлтіріп қояды. Одан да мен 3 күн дем салам, бала жақсы болады. Сонымен 3 күн дем салды. 3 күн бойы баланың температурасы түспейді, құса береді. Сосын кейін ана өледі дегенді естіп алған соң докторға апарғымыз келмейді ғой. 3-ші күні дем салып біткеннен кейін, түнгі сағат ол кезде ораза уақыт сен аузын ашып болған соң оқыды да, 12-де оқыды. Үйге әкелдік, бала комаға түсті ғой. 3 күн күткен ғой. Сонымен 3 күн күткеніміз бар, сонымен скорый түнгі сағат өзімізде қорқып уақыттың қалай өткен білмей аласыз ғой, сағат 3-4-терде уже скорый шақырсақ. Келмейді ғой, кезде скорый деген кез келмейтін. Азын сағат 7:30-да келді скорый. Бала уже аузы көпіріп бетінен кетіп қалған. Сонымен бірінші больницаға бардық, докторлар қабылдамады. Бұл бала кетіп қалған, біз қабылдамаймыз. Екінші больницаға бардық, уже сағат 10 болып жатыр, қабылдамайды. Сонымен инфекционныйға барды. Инфекционныйға барған кезде бізге бір Иран бала бар екен, аты Серік екен. Қазақшаға атқа ұқсайды екен да аты. Ана скорыйды өлтіру керек деді да. Бағана бері магнезия салып, мынаның судорогасын тоқтатуларын керек еді ғой деді да. Бізбен сөйлескен жоқ, алып кетіп қалды. Сөйтіп скорый тез қағаз өткізді, кетіп қалды. Сонымен біз далаға жіберіп, бала неде жаңағы реанимацияда жатыр деді. Сонымен оған жаңа сар суын алған, рұқсатсыз ала береді екен, ол уже өліп жатқан бала ғой почти. Сонымен алды, сар суын алып. Мен кіргізбеді. Кіргізбесе де далада түнеп жүрдік қой. Сонымен кіргізген 2 күннен кейін кіргізді. Бірақ бала неден? Комада жатыр. 8 күннен кейін бізге жаңағы Серік деген баланың тағы смена түсіп еді. Солай мен сізге жақсы жаңалығым бар деді. Барған кезде айтты, балаңыз 50% жылы қалды деді. 50%. Бір жағы түгел істемей қалды. Сол жағы түгел істемейді. Көзі ашық күйінше, жанмайды көзі, құлағы естімейді. Жылтайып қалды. Еш нәрсе жұтамайды. Мына жерін тесіп берді. Сол жерден тамақ береміз, жаңағы зонт немен тамақ береміз. Сонымен бірақ температурасы түспеді. Температурасы түспеді, сонымен не істерімізді білмейміз. Мен 40 күн жаттым. Температура түскен жоқ. Ақыр соңында медсестралар қасыма келіп, енді отказной жазып берсей, уже бәрін салып болдық саған. Салмаған нәрсеміз қалмады. Температура түспейді, бала бітіп, көзін аша тажды. Аузына салып берем емшегімді. Сонымен отказной жазып қайттық үйге. Үйге қайтар кезде мен өзім Шауылдырдың қызым, Отырар ауданы. Біздің ол жақта бір Дәулет деген тауық бар, естігендеріңіз бар, жоқ жоқ, Дәулет деген. Қазір осы Самал несінде тұрады, Самал районында. Сол кісіге бардым. Сол кісі звонить еттім да, өзім ауылымның болған соң звонить етіп, тез кел деді. Больницадан шыға салысымен мен сол кісіге бардым, Шауылдырге. Сөйтем, мен қараған жоқ, кім екенін де таныған жоқ. Телефонын сұрастырып алғанбыз ғой. Барған соң сол жағын қамшымен оқыды да, қайтадан барды скорый шақырып жатты. Сонымен үйге кірмей қайтадан скорый шақырдық. Шымкентке қайтадан келдім да, скорый шақырып, біздің ешкім жақтатпайды. Приемныйда уже біз бәрі қанет қаптен жақтамыз. Сөйтіп әрі итеріп өтеді, бері итеріп өтіреді. Сонымен бір кісі қабылдады да, әр 4 сағат сайын бір қызыл дәрі берді. Біз сізге бәрін сап қойғанбыз енді, төс болды. Типа өлімдік төс дегенде болды да. Ал сол больницаға кіргеннен бастап баламның температурасы басылды. 39-да 5, ертеңде 39,
бір аптада баламның температурасы 36-9-ға түсті. Доғдырлар өздері шок, анандай консилиум создавать етеді екен ғой. Иә, врачтар Консилиум ақылдасады. создавать етті. Бұл қалай түсті? Біз бұған еш нәрсе саған жоқпыз. 40 күн бойы түспеген температура түсті. Сол кезде көз тиген ана кісі түсірген да енді типа Дәулет деген көз тиген түсірген. Ал бізге ол кісі айтты, енді мен қайтардым, көп сөйлемейтін кісі да жаңағы Дәулет деген. Мен қайтардым, мен қалғанымнан доктор істейді деді да қайтарып жіберді бізді. Сөйлеп, ол кісінің өзі бір қолы бүйтіп қалған, бір аяғын сүйреп қалса, жаңағы Дәулет деген тәуіпім менің айтып жатқан. Бұл менің ауруым, ешнәрсе қылмайды деді. Болды. Ол кісінің сөзінде түсінген жоқпыз. Енді қазір өмір түсіріп келе жатып біліп жатырмық қой. Содан бері доғдырдан емделіп жатырмын. Бірақ Хуашен, Тяньшань, японский коралловый кальций деген бар, японский. Соны бердім 2 жыл. В общем, қандай продукция бар, бәрін берем, бірақ арасында молдаға оқытып тұрамын. Иә, обязательно. Өйткені бұл сондай адам екен да. Содан бері мен баламнан мама деген сөзді естіген емеспін. Бұл ана машинаға құмарда и постоянно күйеуім ұстайды да, күйеуімнің қасында жүреді. Папасына жабысып жатады. Мен қасыма жатпайды вообще. Бірақ осы продукцияны ішкелі бері мен қасыма негізі январда каникулға келді. Негізі балам интернатта ғой. Интернатта жатады да, андай не глухонемойларға бергенбіз, өйткені өзім жұмыс істеуім керек қой, соны жақсы көрсетіп. Ол жерден еш нәрсе қабылдаған жоқ. Бірде-бір әріп қабылдаған жоқ. Қазір биыл 10-шы класс бітіріп отыр, бірде-бір әріп білмейді. Бірақ сойықтың тәртібіне үйренді да, тамақ ішуді үйренді сойықтан. Бұтына түшпауды үйренді. Мен 3 жасынан бастап тастадым оны. Өйткені жұмыс істеуім керек қой, интернатқа тастадым. Интернатқа понедельникке барып тастаймын, суббота воскресенье алып келемін. Суббота воскресенье өзіме демалыс қой. Бірақ мені құшақтап бір ана болып сезінбейтін. Осы продукцияны ішкелі менің маңлайымнан сүйіп, ұйықтап жатсам екі көзімнен келіп сүйіп кетеді. Сосын кейін осы соңғы 1 айдың ішінде мен жаңа айтқаным, бір күн тамақ істеп үлгере алмай жатсам, мамау дейді ғой. Өмір естеймін деген сөз емес еді да мен. Бірақ андай бұны біз логопедтерге көрсеткенімізде бұл сау бала, тілі бар, сөйлеу керек, естісе деген ғой. Сол уже ести бастады да. Иә, точно. Сөйтіп өйткені қыздарым үйге кіргенде мамау деп кіреді ғой. Солардан көргені да. А папасына да қазір папа дей береді да. Мынау папа, мынау мама. Олардың тілінде да, мұқаулардың тілінде. Бететін бізге. Қазір кән дейді. Папасы кәні. Өйткені үйде кірген кезде қыздардың да дыбыстарынан естен жақ. Папа кәні, мама кәні деп кіреді олар. Балаға кірген кезде мамау деп айқайлайды ғой. Солардан естіген сөз шығар енді. Сол естіп келе жатыр. Үзбей бере беріңіз. Не бердіңіз біріншіге? Бірінші А-Б-ны бердім. Бірінші алған күні каникул басталды 30 декабрь күні бұл істен. Өз продукция кешігіп келді ғой. 20 күн болды ғой. Сонымен әкелдім да, бұл кісі айтты, ертең азында адам бастады деді да, А-да. Мен оған шыдай алмадым. Сөйттім да. Жоқ, түсте алып келдім ғой. Сағат 2-де бұл кісі айтты, бұны 2 мәртеден бер кішкене успокоить етсін деді да. 2 каплядан бер деді. Мен бардым, чайыңа ложкадан сәл ұшынан қылып, әбетте бердім. Түсте ұйықтамайтын балам. Күндіз ұйықтамайтын. Вообще қай жерден жарық түсіп тұр, ұйықтамайтын. 3 сағат ұйықтады ғой. Жарықтың бәрі ашықты, бәріміз бұл кісіге түсіріп жібердім ғой, қорылдап жатыр. Бірінші бұны ішкен кезде. Бір ішкеннен, бірақ оның судорогасы мектепте де жалып жасайтын еді. Судорожный дарыны көтере бергем деп депатент 750-ге деп көтерем. Азда 750, кешке 750. Енді ананы депакенді бермей-ақ судорогасы қойды. 2-3 күннен бастап қойды, бірақ біз анау январда перекомиссия өтуіміз керек болды, 16 жасқа толғандықтан паспорт алған екен, бізде перекомиссия болады. Сол кезде жаңағы МРТ-дан жүрген кезде жаңағы дозировка берген кейін судорогасы қайтып көбейіп кетті. Сол кезде ғой жаңағы застары карантин беріп жүрген. Бірінші күні біз уже сестер болған. Еще он в интернате был. Еще өзі айтады ғой, қолдарын постоянно азанда тұрғанда бит тұратын еді дейді да. Понедельник күнінен қойғызып жіберем да, өйткені жұмысқа баруым керек қой. Пятница күні қайт дірілдеп келеді. Бұл ана папасы енді сәл көптеу ішеді ғой, бірақ енді